Есімім Орынбек болады. Жалпы Қайыңды ауылдық округінің тумасымын. Осында қазіргі уақытта өзіме жеке Нұрали цехын аштым. Дәнекерлеу цехы. Жалпы дәнекерлеу жолы еңбек жолын 2017 жылдан бері бастадым. Қазіргі уақытта 8 жылға кетіп бара жатыр. Ал цехты ашқаныма 1 жылдан кетті. Бұл цехты ашудағы жалпы мақсатым жалпы өз-өзімді жұмыспен қамтамасыз ету. Сондай-ақ өзімнің қызығушылығымды көрсету, әлде де болса осы салада өз-өзімді дамыту. Қазіргі уақытта цехта есіктер, темір есіктер, қақпалар, күн қағар, неше түрлі темірден жасалатын жұмыстар жасаймыз. Мамандық таңдаудағы негізгі себебім өмірде түрлі жағдайлар болады, бірақ тап осы дәнекерлеу таңдау мен ешқашан ойламағам. Дәнекерлеушілік оқуын оқыдым, оқуды жақсы бітірдім. Кейін әскерден келгеннен кейін дәнекерлеуші болып Ақтөбе қаласында түрлі цехтарда жұмыс жасадым. Сол цехта жұмыс жасай отырып, темірден неше түрлі заттарды құрастырып үйрендім, және де сол жұмыс жасай отырып менің қызығушылығым оянды деп ойлаймын. Жалпы бала кезімнен қоғамдық мәдениет іс-шараларына жақын болдық, өлең шығардық, өлең жазып жүрдік. Қазіргі уақытта үйленіп бала шағалы болсақ та, осындай дәнекерлеу цехында жұмыс жасап жатсақ та, аудандық, ауылдың ішіндегі болсын, мәдени шаралардан қалыс қалмаймыз, барынша тырысып, сол салада да өзімізді көрсетіп жүрміз. Жастарға енді бәріне бірдей дәнекерлеуші бол деп айта алмаймын, бірақ кімде сүйіспеншілігі бар осы жұмысқа деген, соларға ғана ұсыныс жасар едім.